Қызылорда облысында белгісіз азаматтар жауын тартатын құрылғыны бөлшектеп ұрлап кеткен. 3 тәуліктің ішінде ұсталған қылмыскерлер тілшімізге мән-жайды баяндап берді. Ізгілікті іс қой, әйтеуір жер көгерсін, мал жейтін шөп шықсын деп тыраштанып әйтеуір жоқтан бар жасап жүрген адам ғой. Жауын жауындырам деп жүргенде барлық оборудованиелерін темірге өткізіп жібергендерің болмаған екен. Біз негізі одноразкімен айналып жүргенбіз. Содан запрет болды да банкрот болып қалдық. Сонымен одноразкі сияқты тез сатылатын не бар екен деп как раз Тұзбен айналсамыз деп ойладық қой. Біздің ассоль деген тұз құрамы ең таза, әппақ, халық жақсы көреді. Соответственно, сұранымда постоянно. Сонымен осыны оптым алып, халыққа сату үшін первоначалка ақша керек болды да. Сонымен осы аппаратты сатып, металлоломға өткізіп, тірлікті бастап кетеміз ғой деп ойлағанбыз ғой. Пақанға айтпай қойыңыздаршы, өтініш. Бұл яптығыдық әбден шаршатты мені бар емес па? Үйде металдан металл жоқ. Бүкіл ауылға қарап өтпе болдық. Ауылда металл жоқ. Я адам құсап жұмысты өтті білмейді бұл яптығыдықтер. Ана милиция-балдарға айтып жатырмын. Алған тұздарын соламайымен мылтыққа салып, көттерінен ату керек бар емес па ше? Болмаса сол жамбастарын тіліп тұздау керек. Тұзбен деп айтып жатырмын. Сөйтсем, бұл ассоль тұз екен ғой ол. Өйтіп айтуға болмайды екен ғой бұл тұз жайлы бар емес па ше? Таза, адал, киелі тұз ғой бұл деген, ассоль деген. Айгерім Ассолева, Татьяна Фассолева, ПТК арнасы.